Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біздің дәріс оқитын пәніміз қазіргі заманғы қазақ тілі негіздері. Лекция дәріс оқушы филология ғылымдарының кандидаты Ерназарова Гүлбаршын Шаршыбекқызы. Біздің бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы қазіргі қазақ тілінің фразеологизмдері. Қазақ тілінің фразеологизмдерін жасалу жолы мен зерттелу жайы, фразеологизмдерге тән белгілер, еркін сөз тіркесінен фразеологизмдердің айырмашылығы, фразеологиялық тұтастық, фразеологиялық бірлік, фразеологиялық тізбек, фразеологиялық тірбеттер. Міне бүгінгі біздің дәріс сабағымызда қарастырылатын мәселелер төңірегі осындай. Фразеология деген термин тіл білімінде екі түрлі мағынада. Біріншіден, тілдегі тұрақ тіркестерді зерттейтін ғылым деген мағынада. Екіншіден, белгілі бір тілдегі тұрақты сөз тіркестерінің жиынтығы деген мағынада қолданылады. Яғни фразеология деп отқанымыз белгілі бір тілдегі тұрақты сөз тіркестерді зерттейтін ең үлкен сала. Фразеологизмдер үшін ең басты анықтама олардың тұрақты даяр қалпында қолданылуы. Мысалы, ит өлген жер, алыс, шалғай дегенді білдіреді, тайға таңба басқандай анық, жел аяқ, жүйрік дегенді, арқаны кеңге салу, асықпау. Фразеология негізінен психология, философия, тарих, этнография ғылымдарымен тығыз байланысты. Фразеология туралы еңбектерде фразеологизмдердің негізгі үш белгісі болатыны көрсетіліп жүр. Ол яғни мағына тұтастығы, құрылымның тұрақтылығы, қолданылу тиянақтылығы. Бұл белгілердің қатарында фразеологизмдердің бейнелілігі көрсетілмеген. Негізі фразеологизмдерге бейнелілік, мәнерлілік тән. Өйткені кейбір сөздерді біз мысалы ауызекі сөйлеу стилінде болмасын, жазба стилінде болмасын, кейбір сөздерді мәнерлі, бейнелі қылып жеткізу үшін оқырманға немесе тыңдарманға біз осы фразеологизмдерді қолданамыз. Мысалы, өте алыс, шалғай жерге деген жаңағы сөйлеушінің көзқарасын білдіру үшін, мысалы, ит өлген жер деген сөз тіркесін қолданамыз, тұрақ тіркесті. Яғни бұл сөзде де, бұл тұрақ тіркестерде бейнелілік, мәнерлілік бар. Фразеологизмдер басқа тіл бірліктеріне төрт түрлі белгі қасиетімен ерекшеленеді. Яғни ол ең бірінші құрылым тұрақтылығы, мағына тұтастығы, даяр қалпында қолданылу тиянақтылығы, бейнелілігі және мәнерлілігі. Бейнелілік пен мәнерлілік фразеологизмдердің басқа белгілері сияқты маңызды белгі болып табылады. Фразеологизмдер еркін сөз тіркесінен қандай белгілері арқылы ерекшеленеді? Еркін сөз тіркесі сөйлеу кезінде сөздердің мағынасы жағынан өзара үйлесе отырып, кем дегенде екі сөздің грамматикалық жолмен еркін тіркесуінен жасалады. Бірақ еркін сөз тіркестерінің құрамы тұрақты болмайды. Олардың құрамындағы сөздерді мағынасы, айтылуы жағынан солармен үйлесетін басқа сөздермен айырбастауға, орнын ауыстыруға болады. Яғни еркін сөз тіркесінің аты айтып тұрғандай, ондағы сөздердің орны еркін, ал тұрақты сөз тіркесінің құрамындағы сөздердің орны тұрақты. Оларды басқа сөзбен ауыстыруға келмейді. Енді осы фразеологизм туралы Ресей ғалымдары мен отандық ғалымдардың зерттеу еңбектеріне тоқталып кетсек. Академик Виноградов фразеологизмді құрастырушы сыңарларының өзара қатысы жағына фразеологиялық тұтастық, бірлік, фразеологиялық тізбек деп үшке бөледі. Ал Шанский болса төртінші еді фразеологиялық сөйлемшені алады. Аханов та осы төрт түрін мақұлдайды. Қазақ тіліндегі фразеологизмдерді арнайы зерттеген Ісмет Кеңесбаев фразеологиялық түйдек, фразеологиялық тіркес деп екіге бөледі. Барлығы жинақтай келе Ісмет Кеңесбаевтың фразеологиялық түйін тіркесі Виноградовтың фразеологиялық бірлігіне, түйіс тіркес фразеологиялық тізбегіне, ал мақал мәтел сөйлемшеге келеді сыртқы белгілері жағынан. Фразеологиялық тұтастыққа тоқталып кетсек енді. Фразеологиялық тұтастық құрамындағы сөздер бір-бірімен әбден тұтасып, жымдасып кеткен, олардың мағыналық жігін ешқандай ажыратуға болмайтын тұрақты сөз тіркестері. Мысалы, жеті қараңғы түнде мұрнынан шаншылып жүр, мұрнына су жетпеді, қолы тимеді, түйенің қомында абыр-сабыр уақыт, бір ұрты май, бір ұрты қан
залым, екі жүзді деген мағынаны білдіреді. Келесі белгі фразеологиялық бірлік. Тұтастық сияқты мағына жағынан тұрақты тіркес, бірақ мұнда құрастырушы сыңарларының мағынасы жойылмаған, тек соғында бір тұтас ауыспалы мағынада қолданылады. Мысалы, төбе шашы тік тұру, екезу екі құлағында, пышақ кескендей, жегені желім болды, мойнына су құйылып отыр, көз көрмес, құлақ естімес. Яғни былайша алсақ, осы жаңа фразеологиялық бірліктің құрамындағы сөздердің мағынасы тұтастай беретін сөздердің мағынасына сәл-пәл болса да ұқсас келеді. Фразеологиялық тізбек. Фразеологизм бұл түрі еркін тіркес ауыспалы мағынада қолданылу арқылы пайда болған. Мұнда еркін сөз бен фразеологиялық сөздің тіркесуінен жасалады. Сол тізбек күйінде қолданылады. Мысалы, тар заман, қоныс тепті, қонағасы, ботакөз, қоян жүрек, асқар бел. Бұлардың барлығы да фразеологиялық тізбекке жатады. Фразеологизмнің құрамындағы ерекшеліктер. Құрылысы сөздердің белгілі бір тіркесі болып келетін фразеологизмдер, мысалы, шақша бас, қарақат көз, ашық ауыз, ала қол. Құрылысы жағынан сөйлемге тән фразеологизмдер. Үш ұйықтаса ойда жоқ. Көңілі су сепкендей басылды, аяқ қолын бауырына алды, қой үстіне боз торғылай жұмыртқалады. Бұлардың барлығы да бұл фразеологизмдер соңғы айтылған сөйлемше түрінде келгенмен де олар да тұрақты сөз тіркесіне жатады. Өйткені олар сөйлем қалпында келсе де белгілі бір ұғымды білдіреді. Мысалы, қой үстіне боз торғай жұмыртқалады дегенді алатын болсақ, яғни кең заман, тоқтық, көпшілік, молшылық деген мағынаны білдіреді. Енді фразеологиялық түрпеттерге тоқталатын болсақ, былайынша айтқанда фразеологиялық варианттар деп жатамыз. Сөз түрпеттері сияқты фразеологизмдерінде түрпеттер болады. Фразеологиялық түрпеттер деп мағыналарында ешқандай айырмашылық жоқ, ал құрылысында азды көпті өзгерістері бар фразеологизмдерді айтамыз. Енді фразеологиялық түрпеттер әрі қарай бірнеше топқа бөлінеді. Олар фонетикалық түрпеттер, лексикалық түрпеттер, амонимдес, синонимдес, антонимдес фразеологизмдер болып әрі қарай бөлінеді. Енді солардың әрқайсысына кішкене болса да тоқталып кетсек. Фонетикалық түрпет, яғни аты айтып тұрғандай, фразеологиялық тұрақты тіркестерінің ішіндегі бір дыбысының өзгеруі арқылы жасалынатын өзгерістер. Мысалы, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ деп жатамыз кейде біз. Соны кейде бір дыбысын өзгерту арқылы ай дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ деп айтады. Кейде мысалы бешенеден белгілі деп жатады бір жерде де, бір жерлерде пешенеден белгілі деп жатады. Яғни белгілі бір дыбыстың өзгеруі арқылы тұрақты сөз тіркестерінің өзгертіліп айтылуы. Лексикалық түрпеттер немесе лексикалық варианттар деп жатамыз. Яғни айырмашылықтары бұлардың бір ғана сөздің өзгеруі. Мысалы, адыра қалды, қараң қалды дейміз. Айдала, жапан дала. Ай жоқ, шай жоқ, әй шай жоқ деп жатамыз. Аузы алты қарыс, аузы кере қарыс деп жатамыз. Ақыл ауысты дегенді кейде есі ауысты деп, яғни белгілі бір тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің ішінен белгілі бір сөзді ғана басқа сөзбен немесе синонимдес сөзбен ауыстыру арқылы өзгеріс енгізу. Енді мәндес фразеологизмдер деп атынан да белгілі, яғни синонимдес фразеологизмдер айтылуы жазылуы басқа болғанымен мағына жағынан бір-біріне жақын фразеологизмдерді айтамыз. Мысалы, қу бастан қуырдақ ет алған, немесе он саусағынан өнер тамған деп те айтамыз. Жұмыртқадан жүн құрыққан, ағаштан түйін түйген деп те айтамыз. Яғни тайға таңба басқандай, мысалы, соқырға таяқ ұстатқандай деп атамыз. Яғни бұлардың барлығы да мағына жағынан бір-біріне ұқсас жақын фразеологизмдер. Сонымен қатар қарсы мәндес фразеологизмдер бар, яғни мағына жағынан бір-біріне қарама-қарсы антонимдес фразеологизмдер. Мысалы, ақ жүрек, қара жүрек, қабағы ашылды, қабағы түйілді, ер жүрек, қоян жүрек, бедел артты, бедел түсті, аузы берік немесе аузы ашық деп жатамыз.
Келесі амонимдес фразеологизмдер тұлғаласам фразеологизмдер деп те атайды. Яғни айтылуы жазылуы бірдей болғанымен мағына жағынан алшақтығы бар тұрақты сөз тіркестер. Мысалы, аузын ашты дейді. Аузын ашты дегеннің екі мағынасы бар. Аузын ашты ең бірінші мағынасы таң қалды деген. Екіншісі аузын ашты ораза кезеңінде кешке қарай аузын ашу. Одан кейін ат қойды деген тұрақты тіркесті алатын болсақ, ат қойды деп мысалы дүниеге келген кішкентай нәрестеге есім қоюды айтып жатамыз. Ал ат қойды деп кейде көркем әдебиеттерде атой салып шабуыл жасау, шаба жөнелу, бұны да ат қойды деп атайды. Бүгінгі біз дәріс сабағымызда фразеологизмдерге, фразеологизмдердің түрлеріне, фразеологизмдерді зерттеген отандық және ресей ғалымдарының еңбектеріне тоқталдық. Және фразеологизмдердің түрпеттеріне тоқталып өттік. Келер дәріс сабақтарында біз осы фразеологизмдердің әр түріне жеке-жеке тоқталып, олардың жасалу жолына, айтылым ерекшеліктеріне қарай тоқталамыз. Бүгінгі дәрісімізде біз фразеологизм туралы тыңдаушыларға, тыңдармандарға біраз мағлұмат бердік деп ойлаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын, сау, саламатта болыңыздар.